Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында барлығымыздың, оның ішінде балалар өте жақсы көретін донорды жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен картошканы үккіштің көзінен өткізіп алып, оны суға жуып, орамалға немесе қағазға қойып кептіріп аламыз. Картопымыз кепкенше тауық етін жіңішкелеп турап аламыз. Әрі қарай міне осылай құрғап кепкен картопты майға қуырып аламыз. Шанышқымен арасы жабысып қалмас үшін араластырып қозғап тұрамыз. Міне картопымызды қуырып алдық. Әрі қарай тауық етіне тұз бұрышты қосып араластырамыз. Оны да орташа отта майға қуыратын боламыз. 6-7 минуттай орташа отта ұстаймыз. Одан кейін үстіне соя соусын қосып табамызды пештен алатын боламыз. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің каналыма тіркеліп, менің салған видео рецептеріме лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Әрі қарай донордың салмасын дайындайтын боламыз. Қиярды және қызанақты ұзыншалап турап аламыз. Одан кейін соусын дайындайтын боламыз. Кетчуп пен майонезді араластырып аламыз. Лавашты алып, 2 ас қасық соусын жағып, тауық етін, одан кейін қуырылған картопты, қызанақ пен қиярды, одан кейін салат жапырағын салып, донорды тығыздап ораймыз. Менің каналымның дамуына үлес қосып, осы видео ұнаса, пайдалы болып жатса, поделиться батырмасын басып, достарыңызға, әпке, сіңлілеріңізге жіберіп қоюды ұмытпаңыздар, және каналға да тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлығын осы ретпен салып, тығыздап орап шығамыз. Содан соң қызып тұрған құрғақ табамызға донорды екі жағын аударып, қызартып аламыз. Міне үй жағдайында донорымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Видео ұнаса лайк басып, маған кері байланыс білдіріп, комментарий бөлімінде пікір қалдыра отырыңыздар, және каналға да жазылуды ұмытпаңыздар.